Сәлем сұлулар, бүгін біз 5 минутта дайын болатын жұмсақ үлпілдек кекс дайындайтын боламыз. Каналым ұнаса, лайк басып, тіркеле кетіңіздер. Ол үшін бізге жұмыртқа, құмшекер, сүт, қопсытқыш және де ұн, сонымен қатар сұйық май қажет болады. Жұмыртқамызды және де құмшекерімізді салып, миксерді немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ал енді қоспамызға сұйық майымызды және де сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Ал енді ұнымызды және де қопсытқышымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп саламыз. Қоспамызды жақсылап араластырамыз. Қоспамыздың арасында түйіршіктер қалып кетпеуі керек. Қоспамыз біртекті болуы керек. Міне бізде мынадай қою масса шықты. Дайын болған массамызды кекстардың ыдыстарына құйып шығамыз. Міне толтырмай осылай құйып шығамыз. Примерно үлкен қасықтан 1 қасық. Ал енді кекстерімізді қызып тұрған пешке жібереміз. Біздің кекстер дайын. Бұл жұмсақ кексті сіз де жасап көріңіз. Рецепт ұнаса, лайк басып, қолдап кетіңіз. Ас болсын!